Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше хит рецепт салат хрустящими баклажанами рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай кереметті дәмді хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажанымызды орташа кубиктеп турап шығамыз. Сосын ыдысымызға салып, тұз салып, кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап біріккенше араластырып шығатын боламыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне 3-4 минут қызарғанша қуырып алатын боламыз. Помидорымызды да кубиктеп турап шығамыз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен тарелкамыздың астына салатный лист, болмаса кинзамен араластыруға болады. Салатный листіміздің үстіне туралған помидорымызды қойып шығамыз. Дайын болған баклажанымызды помидордың үстіне саламыз. Бәрін кезек-кезектен салып шығамыз. Баклажанның үстіне творожный сырымызды кішкентай бөлшектеп салып шығамыз. Ең соңында бальзамический уксуспен әсемдеп жағып шығатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.